Храм Падманабхасвами. Вишнаға арналып құрылған әлемнің ең көне 108 храмның бірі. Бұл храмның 6 құпия есігі бар. Сәлем, бұл видеода осы храмның құпия есіктері жайлы айтамыз. Ендеше көреміз. Храмды 1729 жыл мен 1758 жылдар аралығында патша Мартханда Вармай құрған. Сол уақытта Траванкораның ең құдіретті билеушісі болған. Храм негізінде одан да ерте құрылған. Вардханда патша үстінен қайта құрды деген деректер бар. Храмға тек қана индустар кіре алады. Индияның жоғарғы сотының шешімімен храмның астында орналасқан 5 есігі ғана ашылған. Оның ішінен шыққан бағалы заттар әлемді таңғалдырды. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Небір бағалы тастар, алтыннан жасалған мүсіндер. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырға тиесілі алтын тиындар және өте көп мөлшерде алтын табылған. Барлық бағалы заттардың құны 22 миллиард ақш долларына бағаланған. Менің ойымша бұл толық құн емес. Соның өзінде бұл адамзат тарихында табылған байлықтардың ең бағалысы. Бұндай байлық еш жерде табылмаған. Дегенмен бұл барлығы емес. Есіктердің саны 6. Бір есік әліге дейін ашылмаған. 6-шы есік ерекше етіп жасалынған. Есікте бір-біріне қарап тұрған кобраның бейнесі бар. 2009 жылы билік 6-шы есікті де ашуға тырысқан. Бірақ та шынымен де ол жерде кобралардың ысылдаған дауысын естіген. Сол себепті есік ашылмай қалған. 1931 жылдан бері 5 есікті ашу үшін 80 жылдай уақыт кеткен. 6-шы есікті Индияның дін өкілдері ашылуына қарсылық білдіруде. Егерде есік ашылатын болса, жер бетіне үлкен қауіп туады. Жер жүзі құрайды деген сенімде. Алдыңғы есіктер әртүрлі кодтармен, небір түрлі әдістермен мықталып құлтанған еді. Ал 6-шы есік мүлде белгісіз ерекше етіп жасалған. Оның ішінде не бар екені әлі күнге дейін белгісіз болып тұр. Ішінде не болуы мүмкін? Алтын, бағалы заттар, әлде ештеңе жоқ па? Өз нұсқаларыңызды жазып қалдырыңыздар. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.